Аммоний хлоридінің еру энтальпиясы. Қажетті құрал жабдықтар. Бізге қақпағы бар ағаш жәшік, калориметр, термометр, өлшегіш банка, 5 грамм аммоний хлориді, дистелденген су және де араластырғыш керек. Жұмыс барысы. Өлшеуіш банкаға 5 мл дистелденген су құйып аламыз. Оны калориметрге құямыз. Термометрдің көмегімен судың температурасын өлшейміз. Бұл 1 градус Цельсий болсын. Термометрді алып, калориметрді ағаш жәшікке саламыз да араластырғышты қоямыз. Калориметр мен ағаш жәшік арасын жылуды жоғалтып алмау үшін мақтамен толтырамыз. Аммоний хлоридін калориметрге саламыз. Тез арада ағаш жәшіктің бетін жауып, термометрді калориметрге саламыз. Температура тұрақталғанша араластырғыштың көмегімен суды араластырамыз. Термометрдің көрсеткішін жазып аламыз. Өз бақылауларыңызды жазыңыздар. Аммоний хлоридінің еру энтальпиясын есептеңіз. Еру энтальпиясы 13,73 килоджоуль мольге тең болды.